Ассалаумағалейкум жауынгер арнасының көрермендері. Джек Делла Манделана Шафқат Рахмоновпен жекпе-жек болса, биік драма шоу болатынына уәде берді. Бекзат Қапашев деген қазақ жауынгері UFC жауынгері Майкл Джонсонды қарсылас көрмеді. Петрянға операция жасалатын болды. Осы және өзге де жаңалықтарды бүгінгі шығарылымнан көретін боласыздар. Конор Макгрегор кино дебютанттары арасында ең көп табыс тапқан актер атанды. Бұл туралы жауынгер баспасөзге берген сұхбатында мәлімдеді. Алайда ол жол бойындағы үй фильміндегі рөлі үшін қанша табыс тапқанын нақтыламады. Тексеру кезінде Петрянға крест тәрізді байламының үзілуі, шат жарақаты диагнозы қойылды. Осы жарақаттармен жауынгер UFC 299 турнирінде шайқасты. Жарақаттан қалпына келу уақыты 9-дан 12 айға дейін созылады. ESPN-ге берген сұхбатында австралиялық Шафқатқа қарсы өзінің мүмкіндіктері көп екенін айтты. Сонымен қатар олардың мүмкін болатын жекпе-жегі ең үздік үміткерлік жекпе-жек болады деп баға берді. Неліктен менің Шафқатты шақырғаным соншалықты бәрін таңғалдырғанын білмеймін. Мен оны үміткерлік шоуын ұта салып немесе UFC-дағы алғашқы жекпе-жегімді ұта салып шақырған жоқпын ғой. Мен оны үнемі қадағалап отырамын. Ол жас, біз екеуміз шамамен құрдаспыз. Ол барлық қарсыласын уақытынан бұрын жеңді. Бұл мен үшін дивизиондағы ең ауыр жекпе-жек. Маған керегі де осы. UFC-ден ресми ұсыныс болған жоқ, бірақ менің ойымша оларда Шафқатпен жекпе-жегімізді сөзсіз болатынын түсінеді. Олар оңтайлы уақытты күтіп жүргендей. Менің ойымша дәл қазір сол уақыт келді. Мен Шафқаттың твиттерін көрдім. Ол менің шақыруыма керемет деп жауап берді. Ол маған Джеймс Бондтағы зұлым кейіпкерді еске түсіреді. Мен болсам өзімді Джеймс Бонд сияқты сезіндім. Бұл жауап оның керемет жауабы болды. Мен Шафқаттың тамыз айының басында төбелескісі келетінін оқыдым. Өйткені оған жарақатынан айығу керек. Менде қазіргі таңда жарақатым бар, бірақ тамыз айының басына дейін жақсы боламын деп ойлаймын. Біздің жекпе-жек ең үздік үміткерлік жекпе-жек болады. Екі жігіт 30-ға әлі толмаған. Оның жеңіс сериясы 18 жекпе-жекке созылған. Бәрін уақытынан бұрын аяқтаған. Ал менің жеңісті жолым 17 жеңістен тұрады. Және уақытынан бұрын жеткен жеңістерім 95%-ді құрайды. Мен оны уақытынан бұрын ұтамын деп ойлаймын. Мен барлық әлемді таңғалдырамын, сосын чемпиондыққа төбелесетін боламын. Неліктен мен оны уақытынан бұрын жеңетініме сенімдімін. Мен дұрыс уақытта шешім қабылдай аламын. Ол ауыр қарсылас, мені өте қиын жекпе-жек күтіп тұр. Мен отырып алып оңай болады деп айтпаймын, бірақ мен оны ұруға болатын көп сәттерді көрдім. Біздің жекпе-жек үлкен жекпе-жек, тамаша жекпе-жек және Қазақстанда айтқандай биг драма шоу болады. Менің инстаграмымда қазақстандық жалаулар толып жатыр. Мен оны құрметтеймін. Шынымен де бұл деген керемет. Бірақ мен оларға австралиялық жалауды көрсеткім келеді. Сондықтан отандастар, аямай жалау жіберіңіздер. Қазақстандықтардың назар аударғандары маған қатты ұнайды. Мен Қазақстанға барғым келеді. Онда не барын қандай екенін көргім келеді, деді Джек Делла Манделана ESPN-ге берген сұхбатында. Қазақстандық жауынгер Бекзат Қапашевтың UFC жауынгері Майкл Джонсонды грэпплингте қарсылас көрмей мыжып жатқан видеосы желіге тарап кетті. Осымен бүгінгі шығарылымымыз аяқталды. Видеоны сай каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Көп белсенділік болса, арасын үзбей күн ара шығарылым жасап тұрамын.